Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Сұлтан. Бұл have, has, don't have, doesn't have және де do, does сұраулы сөйлемдеріне қатысты қайталау сабағы. Бұл есеп бойынша ағылшын тілін нөлден бастап 26-шы сабағы. Сонымен келесі слайдқа назар аударайық. Бұл жерде жоғары жақта оң жағында иттің суреті берілген және оның қасында добы бар. Соған қатысты біз сөйлемдер құрастыруымыз керек. Сонымен ит деген жануар, жануарларға біз it жіктеу есімдігін қолданамыз. Енді ода доп бар деген қалай болады? Естеріңізде болса, it жіктеу есімдігіне біз has етістігін қолданамыз. Сонымен it has a ball. Оның добы бар. Ода доп бар. Келесі оның дәл қасында қалпақтың суреті тұр. Яғни оның жоқ деген мағынаны білдіреді. Ода қалпақ жоқ. Біз солай негативті формада болымсыз түрде сөйлем құрастыруымыз қажет. Ұмытпаңыздар, әрқашанда біз have етістігін қолданамыз. Болымсыз сөйлемдерде, сұраулы сөйлемдерде have қолданамыз. Тек оның алдындағы көмекші етістігі ғана өзгереді. It жіктеу есімдігіне біз doesn't қолданамыз ба, әлде don't қолданамыз ба? Қалай ойлайсыздар? Әрине doesn't. Сонымен doesn't. It doesn't have a hat. It doesn't have a hat. Үшінші сөйлемде біз сұраулы сөйлемді толықтыруымыз қажет. Бірінші жіктеу есімдігін жазып қояйық. It алдыңғы сөйлемдерге байланысты. Сұрақ қойғанда біз do'ды қолданамыз ба, әлде does'ды қолданамыз ба? Әрине, it жіктеу есімдігі болған кезде біз does көмекші етістігін қолданамыз. Сөйтіп does it have a ball? Does it have a ball? Сіздерге сұрақ. Does it have a ball? Оның добы бар ма? Yes, it does. Yes, it does. Келесі, оң жақта бізде жанұя суреті берілген және олардың көлігі бар. Соған қатысты біз мына жақта сөйлемдер толықтыруымыз қажет. Бірнеше адам болғандықтан біз they жіктеу есімдігін қолданамыз. Олар a car, көлік. Оларда көлік бар деген қалай болады? They жіктеу есімдігіне біз have'ді қолданамыз ба, әлде has'ді қолданамыз ба? Әрине have. They have a car. Екінші сөйлемде a bus дейді. A bus дегеніміз автобус. Оларда автобус жоқ па? Әрине. Сондықтан біз болымсыз сөйлем құрастыруымыз қажет. Бірден біз have етістігін жазып алайық. Сонымен they жіктеу есіміне біз doesn't қолданамыз ба, әлде don't қолданамыз ба? Әрине don't. They don't have a bus. Олардың автобусы жоқ. Оларда автобус жоқ. Сұрақ қоямыз. Оларда автобус бар ма? Do бос орын have a bus. Және біз білеміз, бұл жерде біз they жіктеу есімдігін қолдануымыз қажет. Тек сол ғана жетіспей тұр бұл жерде. Do they have a bus? Олардың автобусы бар ма? Do they have a bus? Сіздерге сұрақ. No, they don't. No, they don't. Әрине олардың автобустары жоқ. Бұл жерде тапсырма бойынша әрбір сөйлемде бір қатеден бар. Find the mistakes. Қателерді табыңыздар. Бірінші сөйлемнен бастайық. They has two watches. Оларда екі қолға тағатын сағат бар деп айтылып тұр, бірақ бұл жерде қате бар. Сонымен әрқашанда they жіктеу есімдігінде біз have етістігін қолданамыз.
They have 2 watches. Оларда 2 қолға тағатын сағат бар. Келесі сөйлем. Does they have 3 watches? Бұл жерде сұраулы сөйлем. Әрине көмекші етістіктен басталады. Өздеріңізде көріп тұрған шығарсыздар, қате бұл жерде does емес do болады. Әрдайым do they have 3 watches? The жіктеу есімдігіне біз әрдайым do көмекші етістігін қолданамыз. Келесі. Жауап осылай екен. No, we don't. No, we don't. Біз оларда үш қолға тағатын сағаттар бар ма деп сұрадық. Жоқ, оларда жоқ деп жауап беруіміз керек. Сонымен we дегеніміз біз, ал бұл жерде they болу керек. Жіктеу есімдік қате жазылған. Қате таңдалған. Келесі. She have a dress. She have a dress. Ода көйлек бар. Бірақ бұл жерде қате. Әрдайым it жіктеу, he, she, it жіктеу есімдіктерінде біз has етістігін қолданамыз. Яғни ода көйлек бар. Do she have a hat? Do she have a hat? Оның қалпағы бас киімі бар ма? Бұл жерде тағы да қате. Біз she жіктеу есімдігінде біз does көмекші етістігін қолданамыз. Does she have a hat? Оның бас киімі бар ма? Қалпағы бар ма? No, she do. No, she do. No деп жауап берген кезде біз немесе don't деп жауап береміз, немесе doesn't деп жауап береміз. She'ға біз өзіміз білеміз, әрқашанда doesn't болады. Сонымен do деген қате. No, she doesn't. Сонымен, құрметті көрермендер, достар, біз осы сабақтың аяғына келіп жеттік. Бұл видеоны көргендеріңізге көптен көп рахмет. Біздің каналымызға жазылыңыздар. Әлеуметтік желілерге де жазылыңыздар. Менің инстаграмыма да жазылыңыздар. Біртіндеп сол жақта да сабақтар салып тұратын боламын. Бұл енді грамматикаға қатысты ең алғашқы бастапқы деңгейдегі ағылшын тілін үйреніп келе жатқан адамдарға осы 26 сабақ әзірге жетеді. Келесі сабақтар бізде жаңағы сөйлескенде қолданылатын фразалар жайлы өтетін болады. Қалай амандасу керек, қандай кездерде қалай сөйлеуіміз керек, соған байланысты видеолар шығатын болады. Әзірге грамматикадан осы. Сонымен біздің каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге мен Сұлтан.